Қараңыз, бұл Қазақстан Республикасының Конституциясы. Ата заңымыздың 1-ші бабында Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады деп жазылған. Ал енді сұрақ, әлеуметтік мемлекет дегеніміз не? Әлеуметтік мемлекет қашанда ел қаржысын халықтың тұрмысына, біліміне, денсаулығының жақсаруына жұмсайтын мемлекет. Елімізде қолжетімді медициналық қызмет, балаларға мектеп пен университеттерде тегін білім алу мүмкіндігі қарастырылған. Әлеуметтік қолдау жұмыссыз қалғандарға немесе әлеуметтік осал топтарға мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі. Начиная с 2022 года в Астане нуждающимся было предоставлено почти 7000 квартир. Из них многодетным семьям было выдано 1380 квартир. Детям, сиротам 835 квартир. Людям с особыми потребностями 665 квартир. Еліміз әлеуметтік мемлекет екенін президент Ана тілі газетіне берген сұхбатында нақты айтты. Қазақстан әлеуметтік мемлекет, сондықтан былтырдан бастап ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында төлем беріле бастады, деп мәлімдеді мемлекет басшысы. Ұлттық қор балаларға бағдарламасы мемлекеттің болашаққа салған инвестициясы. 18 жасқа толмаған, яғни 2006 жылы және одан кейін туған әрбір Қазақстан азаматына қаржылай көмек беріледі. Ақшаны 18 жасқа толғаннан кейін алуға болады. Әр бала өзіне төленген қаржыны оқуға немесе баспанаға жұмсауға құқылы. Жыл басындағы ақпаратқа сәйкес ұлттық қор балаларға бағдарламасының алғашқы аударымы бойынша кәмелетке толған 40 мыңнан аса қазақстандыққа 5,32 миллион ақш доллары төленді. Қаржының көбі баспана алу үшін жұмсалған, 2,96 миллион ақш доллары. Оқу ақысын төлеуге 1,98 миллион доллар, елде қалған қаржы 1,6 миллион доллар болса, шетелдік білім беру ұйымдарына 74 мың доллар төленді. Мемлекеттік төлемдерден бөлек, әлеуметтік мемлекет әрбір азаматтың денсаулығы мен өмір сапасын қорғауды басты міндет санайды. Бұл тек балаларға ғана емес, қарттарға, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға, жұмыссыздарға арналған әлеуметтік бағдарламалар арқылы жүзеге асырылады. Қорыта келе, әлеуметтік мемлекет дегеніміз тек заңдар мен қағидаттар ғана емес, әрбір азаматқа өмірлік қолдау көрсететін, қоғамның тұрақтылығын арттыратын, сенімділікті қалыптастыратын негізгі институт. Мемлекет тарапынан жасалған әрбір қолдау тек бүгінге емес, келешек ұрпақтың тұрақты дамуына бағытталған. Сондықтан әлеуметтік саясаттың тиімді жүзеге асуы еліміздің ертеңіне салынған ең маңызды инвестиция. Қазақстанымыз әділетті, қауіпсіз, таза, күшті ел болу керек. Бұл жалпы ұлттық стратегиялық мақсатымыз. Барша азаматқа ортақ міндет, қастерлі парыз. Озық ел болу үшін біз әлі талай белесті бағындыруымыз керек.